Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бізде мен жақсы көретін бір тылғы келесі бізде Стоп. Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Біз алдыңғы кезде видеомызды мектепке арналған киімдерді көрсетіп едік. Енді бұл жолы мектепке арналған канцелярияны көрсетеміз, яғни мектепке арналған заттар. Биыл мен 3-ші сыныпқа өтемін. Яғни 3-ші сыныпта қандай заттар қажет? Бұл бізде кітап қойғыш. Бұл жерде болса бізде дәптер, 3 түрлі дәптер, математика және қазақ тілі. Келесі бізде альбом. Міне 24 парағы бар. Блокнот. Енді бізде клей. Кішкентай клей және екеу. Ал енді бізде краска. Осындай. Келесі енді қажетті зат, кисточка және су құйғыш. Бүйтіп саламыз. Келесі бізде А4 парақтары әртүрлі түсті, екеу. Қазір үшін көреміз. Біреу, міне, біріншісімен. Екіншісі. Қанша парақ екен? 12 парақ екеуінде де. Келесі бізде обложка. Осындай ең жақсысын алғанымыз. Және тағы да түрлі түсті А4 парағы. Бірақтан бұл парақ емес, картон сияқты парақтар. Және келесі бізде пенал қара түсті. Мен жақсы көретін пеналым біз 2-ші сыныпта алған пенал. Келесі бізде фломастер. Әр түрлі түсті. Келесі бізде пластилин. Және дәу, және ішінде көп деген сөз. Айтпақшы, пластилинге қажетті зат, өзінің пышағы бар. Және сызғыш. Қажетті зат математикасы. Бізде бір пачка қалам, қара түсті. Келесі бір пачка ручка. Маған 1 жылға жетеді. Келесі қайшы қызғылт свет. Және темірден жасалған ұштағыш. Және өшіргіш новый. Қажет. Келесі түрлі түсті қалам. Біздің канцтоварға обзорымыз бітті. Жаңа оқу жылына сәттілік. Каналға жазылуға ұмытпа.